Әлеуметтік желілерде оңтүстік өңірлерде шегіртке тектес зиянкестердің жаппай таралуы туралы жалған ақпараттар таратылуда. Бұрынғы жылдары түсірілген бейне материалдар мен өзге елдерде түсірілген жазбалар жариялануда. Мұндай ақпараттар шынайы жағдайды бұрмалап көрсетеді. Ағымдағы жылы үйірлі шегіртке тектес зиянкестердің қоныстануы 2,1 миллион гектарға дейінгі алаңда болжануда. 2025 жылғы 20 мамырдағы жағдай бойынша 2,3 миллион гектардан астам жерге зерттеу жүргізіліп, 429 мың гектарға химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Түркістан және Жамбыл облыстарында мароккалық шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары 95%-ға жүргізілді. Қазіргі уақытта тазарту жұмыстары жүргізілуде. Итальяндық Прус және азиялық шегірткемен күрес 11 өңірде жалғасуда. Мониторингке 4600-ден астам маман қатысуда. Қорғау іс-шараларында заманауи жоғары тиімді пестицидтер қолданылып, 443 арнайы техника жұмылдырылған. Өңірлерде облыс әкімдерінің орынбасарлары басқаратын жедел штабтар жұмыс істеуде. Жағдай Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің тұрақты бақылауында. Химиялық өңдеулердің барысы туралы барлық өзекті ақпаратты агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің ресми сайтынан алуға болады.